Саламатсыздар ма? Есен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің математика пәні оқытушысы Жекебай Тылдаш. Пән алгебра және сандар теориясы. Сабақ тақырыбы сызықтық теңдеулер жүйесін Крамер тәсілімен шешу, Крамер ережесі анықтауышты есептеу. Мақсаты негізгі ұғымдар мен анықтамаларды білу, үш белгісізді теңдеулер жүйесін Крамер әдісі арқылы шешуді үйрену, анықтауыштарды есептеу тәсілдерін қолдану. Тапсырмалар реті: дәріс материалдары, мысалдар, жаттығу есептері, қайталау сұрақтары, өздігінен білімдерін тексеруге арналған тест тапсырмалары. Бірінші тарау 1-2 бөлім сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар, үш белгісізді теңдеулер жүйесі, бір текті немесе бір текті емес теңдеулер жүйесі, сызықтық теңдеулер жүйесін шешудің Крамер әдісі. 1. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. N белгісізді M теңдеулерден тұратын жүйе A11x1 плюс A12x2 плюс тағы сол сияқты плюс A1n xn тең B1, A21x1 плюс A22x2 плюс тағы сол сияқты плюс A2n xn тең B2, тағы сол сияқты AM1x1 плюс AM2x2 плюс тағы сол сияқты плюс AMN xn тең BM түрінде берілген жүйе сызықтық теңдеулер жүйесі деп аталады. Мұндағы x1, x2 тағы сол сияқты xn белгісіздер A11, A12 тағы сол сияқты AMN теңдеулер жүйесінің коэффициенттері B1, B2 тағы сол сияқты BM бос мүше деп аталады. 2. Үш белгісізді теңдеулер жүйесі. Сызықтық теңдеулер жүйесінің негізгі ұғымдары мен анықтамаларын үш белгісізі бар теңдеулер жүйесін қарастырып талдайық. Жүйе A11x1 плюс A12x2 плюс тағы сол сияқты плюс A13x3 тең B1, A21x1 плюс A22x2 плюс тағы сол сияқты плюс A23x3 тең B2, A31x1 плюс A32x2 плюс тағы сол сияқты плюс A33x3 тең B3 түрінде берілген. Егер бос мүшелерінің барлығы нөлге тең болса, онда теңдеулер жүйесі бір текті, ал кемінде біреуі нөлден өзгеше болса, онда теңдеулер бір текті емес деп аталады. Берілген теңдеулер жүйесінің шешімі деп осы теңдеулердің барлығын тепе-теңдікке айналдыратын A1, A2 тағы сол сияқты AN нақты сандар жиынын айтамыз. 1-2-2 теңдеулер жүйесінің кемінде бір шешімі болса, онда жүйе үйлесімді, ал шешімі жоқ болса, үйлесімсіз деп аталады. Теңдеулер жүйесінің тек қана бір шешімі болса, ол анықталған, ал бірнеше шешімі болса, анықталмаған деп аталады. Берілген сызықтық теңдеулер жүйесінің белгісіздер алдындағы коэффициенттерден тұратын 3x3 матрица А тең A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 жүйенің негізгі матрицасы деп, ал 3x3 қосу бір өлшемді матрица A' штрихпен беріледі, яғни A' тең A11, A12, A13, B1, A21, A22, A23, B2, A31, A32, A33 жүйенің кеңейтілген матрицасы деп аталады. Жоғарыдағы 1-2-2 үш белгісізді теңдеулер жүйесін матрица түрінде жазуға болады, яғни А көбейтілген X тең B деп. Мұндағы А негізгі матрица, X тең X1, X2, X3 шешімдердің баға матрицасы, B тең B1, B2, B3 бос мүшелердің баға матрицасы деп аталады. Біртекті теңдеулер жүйесін жүйе A11x1 плюс A12x2 плюс A13x3 тең 0, A21x1 плюс A22x2 плюс A23x3 тең 0, A31x1 плюс A32x2 плюс A33x3 тең 0 түріндегі матрицаны былайша жазуға болады. А көбейтілген X тең 0 деп. Енді бүгін біз Крамер әдісімен
теңдеулер жүйесін шешуді үйренеміз. Крамер әдісі. Егер 1, 2, 2, 3 белгісізді теңдеулер жүйесі біртекті емес теңдеулер жүйесінің негізгі матрицасына сәйкес анықтауыш делта тең модуль А тең емес нөлден ерекше болса, онда теңдеулер жүйесі үйлесімді және шешімі жалғыз болады. Ол шешім Крамер формуласы бойынша анықталады. Енді Крамер формуласы дегеніміз не? Крамер формуласы x и тең делта x ді делтаға бөлеміз. Бұндағы и тең 1, 2, 3. Яғни, енді x1-ді табу үшін x1 тең делта x1 бөлу делта, x2-ні табу үшін x2 тең делта x2 бөлу делта, x3-ті табу үшін делта x3 тең делтаға бөлеміз. Мұндағы делта xi анықтауыштың енші баған мүшелерін бос мүшелермен ауыстыру арқылы алынған қосымша анықтауыштар. Делтаның өзін табу үшін делта анықтауыш құрамыз. Делта тең A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Енді делта x1 анықтауышты құру үшін мұнда, яғни бірінші бағанды бос мүшемен алмастырамыз. A11, A21, A31-дің орнына B1, B2, B3 қоямыз. Қалған баған элементтер сол бойынша қалады. Келесі делта x табу үшін жаңағы бірінші баған элементтерін қалдырамыз. Екінші баған элементтерін бос мүшемен ауыстырамыз. Үшінші баған элементтерін қалдырамыз. x3-ті табу үшін бірінші, екінші баған элементтерін қалдырып, үшінші элементке бос мүшенің мәндерін қоямыз. B1, B2, B3. Енді осы Крамер әдісі шешуге мысал қарастырып көрейік. Бірінші мысал берілген жүйе 7x1 плюс 4x2 минус x куб тең 13, 3x1 плюс 2x2 плюс 3x3 тең 3, 2x1 минус 3x2 минус x3 тең минус 10. Теңдеулер жүйесінің шешімін Крамер әдісімен анықтаймыз деп тапсырма. Енді осы теңдеулер жүйесін шешу үшін біз ең бірінші жаңа Крамер ережесі бойынша делтаны табамыз. Делтаны табу үшін анықтауыш құрамыз, яғни делта тең осы берілген жүйедегі коэффициенттер оның анықтауышы болады. 7, 4, минус 1, 3, 2, плюс 3, 2, минус 3, минус 1 ол біздің анықтауышымыз болып табылады. Яғни делта тең 7, 4, минус 1, 3, 2, 3, 2, минус 3, 1 анықтаушын құрып алды. Тең енді осы жерде анықтауыштарды сіздер бұрынғы сабақтардан білесіздер. Үшбұрыштар әдісімен немесе сарыөз әдісімен шешуге болады. Қазір есептеп көрейік. 7 көбейту 2 көбейту 1, қосу 4 көбейту 3 көбейту 2, қосу минус 1 көбейту 3, минус 3. Енді минус таңбамен керісінше есептейміз. Минус 1, 2, 2. Минус 7 көбейту 3, минус 3. Минус 4 көбейтілген 3 және көбейтілген 1. Тең болады. Яғни 7-ні 2-ге көбейтсек 14. 7-ні 4-ті 3-ке көбейтсек 12 көбейту 2, 24. 3-ті минус 3-ке көбейтсек 9, минус 1, плюс 9 болады. 2-ні 2-ге көбейтсек 4, минус 1-ге көбейтсек минус 4, минус плюсті береді, яғни плюс 4. Енді минус 7-ні 3-ке көбейтсек минус 21, оны минус 3-ке көбейтсек плюс 63 болады. Минус 4-ті 3-ке көбейтсек 12, 12-ні 1-ге көбейтсек 12 тең. 102 тең емес нөлге біздің делтамыз табылды. Ол нөлден ерекше болғандықтан теңдеулер жүйесінің жалғыз шешімі болады. Қосымша анықтауыштарды енді есептейміз. Негізгі анықтауыштардың бірінші баған элементтерін бос мүшелермен алмастырып, енді делта x1-ді табамыз. Делта x1-ді табу үшін жаңағы бірінші баған элементтерін бос мүшенің коэффициенттермен алмастырамыз. Яғни берілген теңдеуде ол бізде 13, 3 минус 10 болған. Қалған баған элементтерін қалдырып, анықтауыштардың шешу тәсілімен делта x1 анықтауышын есептейміз. Яғни делта x1 бізде 0-ге тең екен. Осылайша негізгі анықтауыштың екінші баған элементтерін бос мүшелермен алмастырып, делта x2-ні табамыз. Делта x2-ді тағы да анықтауыш құрамыз. Енді бірінші баған элементтерін қалдырамыз. Екінші баған элементтерін бос мүшенің мәндерін әкеліп қоямыз. Үшінші баған элементтерін қалдырамыз. Делта x2-нің мәні санаған кезде 306-ға тең екен.
Осы тәсілмен негізгі анықтауыштың үшінші баған элементтерін бос мүшелермен алмастырып, дельта x3-ті табамыз. Дельта x3 табу үшін жаңағы берілген жүйеден бірінші, екінші баған элементтерін қалдырып, үшінші бос мүшелерді әкеліп қоямыз, яғни 13, 3 минус 10-ды. Сонда дельта x3-ті есептегенде бізде минус 102 саны шықты. Енді Крамер әдісімен анықталған теңдеулер жүйесінің шешімі сонда x1 ол дельта x1 бөлу дельта, яғни бізде дельта x1 нөлге тең болды, оны 102-ге бөлсек тең емес, тең болады нөлге, яғни бізде бірінші x1-дің мәні пайда болды. x2 тура солай дельта x2-ні дельтаға бөлеміз формула бойынша, сонда дельта x2-ның мәні 106, дельтаның мәні 102, 306-ны 102-ге бөлген кезде тең болады 3. x3 тең дельта x3-ті дельтаға бөлеміз, тең болады дельта x3-тің мәні 102 көріп отырсыздар, 102-ні 102-ні бөлсек тең минус 1. Бұдан x тең 0, 3, минус 1 деген теңдеулер жүйесінің шешімі пайда болды. Жауабы x тең болады 0, 3, минус 1-ге. Енді осы бүгінгі оқылған тапсырмамызға байланысты, дәріс материалдарына байланысты сіздерге тапсырма беремін. Тапсырма 1. Жаттығу есептері. Бірінші есеп, екі белгісізді теңдеулер жүйесінің үйлесімділігін тексеріңіз, және егер үйлесімді болса, онда Крамер әдісімен шешімін анықтаңыз. Тура екінші есепте, үшінші ретті анықтауышпен есептеу, Крамер әдісімен шешу, жаңағы үйлесімді, үйлесімсіздігін тексеру. Үшінші есепте сіз теңдеулер жүйесін Крамер әдісімен шешесіздер. Ол бірінші тапсырма. Тапсырма 2 қайталау сұрақтары, яғни біз бүгін алған теориялық материалдарды толықтай мына сұрақтармен қайталап, есімізге сақтап, жаттаймыз. Келесі үшінші тапсырма, бүгінгі тақырыпқа байланысты тест өз-өзін тексер. Яғни 8 сұрақ берілді сіздерде. Осы 8 сұрақта осы Крамер әдісімен анықтауыштарды шешу меңгересіздер. Осы тапсырманы орындап, сіздер Платон желісіне жүктейсіздер. Қолданылған әдебиеттер бүгінгі сабақта Түзелбаевтың жоғары математика элементтері, сонымен қатар ссылка бойынша тапсырмаларды, анықтауыштарды шешу жолдарын қарастыруларыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.